Ремонт болып жатқан үйге кірсем, строительдер үлкен тізімді қолыма ұстата салды ғой. Мә, бұған ақшаны қайдан табамын дегенде ойыма бірден қайнаға түсті ғой. Дәмді етіп шиықтар жейтін Мәнди деген тамақ дайындап берейін деп үйіне барып тамақ жасауға кірісіп кеттім ғой. Ең алдымен тауықты тұздықтап 3 сағатқа қойып, тұздықталған соң қызып тұрған пеште 200 градуста 1 сағатқа фольгаға орап пісіріп алдым. Қазанға күрішті, дәмдеуіш, ноқат, мейіз барлығын салып қуырып алып, суды құйып демдеп қойдым. Мәнди тағамның толық рецептін өзімнің 30 рецептен тұратын жиынтық дайындап жатырмын. Қыз келіншектерге енді таптырмас рецепт болайын деп тұр. Мәнди тағамын табаққа салып дастархан басында отырған қайнағамен жеңгеме ұсындым. Тамақтың дәмді болғаны соншалықты тауысып қойыпты. Бір сәлем салғанда 1 миллион берді ғой. Енді бұл ремонтқа жетпейді ғой деп тұрған кезінде қайнағам жеңгеме бір қарап 2 миллион берді. Не де болса женшем жаман қарады. Жә, қоя берші, ең